Ассалаумағалейкум, Аманбайт YouTube арнасы Түркістан облысы Сайрам ауданы Көлкент ауылына арнайы келді. Себебі бұл ауылда керемет атмосфера жасайтын Әуесқой лигасының командасы бар, және ол Көлкент. Ендеше бұл влогты сізге көру керек. Қазақстанда футбол дамымайды, Қазақстанда футбол жоқ деген жандарға жай ғана ауылдық команданың атмосферасын көру керек. Ендеше кеттік. Аманбайт, Көлкент. Біз бастаймыз керемет футбол шоу. Бұндай матчдей фанаттардың келуі қай клубқа ұқсайды? Қай клуб тренд жасады? Осы жерде билеттер сатылады. Міне адамдар келіп алып жатыр. Перевод жасап. Билет қаншадан? 300 теңгеден. 300 теңге. Қанша билет сатсыңыздар қазірге дейін? Қазірге дейін ба? 200 билет сатып қойдық қой. Жалпы бүгін қанша адам жиналады деген жоспар бар? 5000-6000 адам? Иә. Құдай қаласа. Руслан, бұл Көлкент командасының енді не деп айтуға болады? Бас құрылтайшысы деп те айтсақ, жанашыры деп айтсақ, спонсоры деп айтсақ, қателеспейміз. Руслан, жалпы команданы ашу, команданы осындай жарысқа алып шығу деген ойлар қашан пайда болды? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті футбол сүйер қауым. Көлкент ауыл тарихы 100 жылдан астам тарихқа ие. Қазіргі күнде ойнап жатқан команда ол 1960 жылы құрылған команданың тарихи жалғасы болып келеді. Жаңа құрам, жаңа состав 2026 жылы қаңтар айынан бастап құралған. Осы күнге дейін ойнап келе жатыр барлығымыз. Білеміз, команда тек қана ауыл балдарынан құралған. Жалпы Көлкенттегі құру басты мақсат қандай? Бір Әуесқой лигасында мейлі биыл ұтасыз, ұтпайсыз, ол енді Алланың еншісінде ғой. Болашақта қандай стратегия, қандай бағдар бар, әлде бұл бір жылдық проект пе? Жоқ, біз бұл жерге 1 жылдық, 2 жылдық, 3 жылдық проектпен келген жоқпыз. Минимум 5 жылдық проектпен келгенбіз. Москвадан арнайы көшіп келдік. Қазақстан футбол федерациясы ұйымдастырған футбол менеджменттерін тамамдап, Москвада практикаларда өтіп, қолымыздан келетін тірліктерді осы ауылда жалғастырамыз деп келдік. Біздің команда биылғы маусымда ұтсын, ұтылсын, соңғы орында алсын, бірінші орында алсын, мақсатымыз бір. Ауылда бос жүрген балдарды келешекте қазақ футболына еңбек ететін қылып тәрбиелеу, оларды бірінші лига, екінші лига және КПЛ командаларына көру, ауыл футболын дамыту. Ниетіміз осы. Ары қарай жұмыс істеуден, тірлік жасаудан қайтпаймыз. Достар, бүгін сенбі күні Көлкент командасы өз алаңында Жас Академия деген команданы қабылдайды. Көлкент 1-ші орында, Жас Академия 3-ші орында. Бұл Қазақстан Әуесқой лигасы аясында өтіп жатқан Шымкент өңірінің турнирі. Жалпы 27 команда қатысады, 14 команда А тобында, 13 команда Б тобында. Сол екі топтан 2-2 команда өтеді, ең мықты команда, және Шымкент Әуесқой лигаларының 11-11 форматы бойынша чемпион анықталады. Естеріңізде болса, былтыр осы проект қолға алынған болатын, әуесқой футболшылар арасында жарыстар ғой. Және сол финалда ойнаған республикада БКС және Жылаев Нан командалар мысалға Қазақстан кубогына жолдама алды. Мүмкін Көлкент осы республикалық жарысты ұтып, әзірше әрине аймақтық Шымкент қаласының жарысын ұтып алу керек қой. Одан кейін қыркүйек айында Өскеменде жарыс болады, және сол жарысқа Көлкент немесе Жас Академия немесе басқа командалар қатысуы мүмкін. Қош келдіңіз! Көрдіңіздер ғой, бізге қош келдіңіздер деп айтып жатыр. Жалпы Шымкент өңірі, оңтүстік Қазақстан өте қонақжай, сол себептен ауыл футболы, әуесқой футбол Қазақстанда өте қатты дамып келеді, және біз Көлкент мысалымен оны анық көріп тұрмыз. Табиғи алаң, идеальный алаң болмаса да, бірақ
бастысы ауыл меншігіндегі стадион, команда меншігіндегі стадион. Бұл жақта кез келген тренировкалар өтеді, жалпы команданың тіпті базасы бар. Көзге елестетіңіздер. Ал міне, Көлкент командасы бүгін осындай қызғылт формада ойнайды. Ойын алды бас қосу. 3 ойын қалды, әр ойынымыз финалмен тең. Бүгін ойын ұтуымыз керек, жігіттер. Көріп атсыздар. Әр қайсымыз бір-бірімізге сеніп, бір-бірімізге сенім арттырайық. Алға Көлкент. Давай, жігіттер, настрой қыламыз. Көлкент командасының құрамында 26 футболшы бар. 6 бапкерлік құрам адам жұмыс жасайды. Жалпы доктор десеңіз доктор, медиаофицер десеңіз медиаофицер. Бұл жерде фэнтези футбол лига емес, бұл ауыл командасы. Йо-майо, масқара. Қай жерге келдім мен? Басқа қай ауылдарда, аудандарда бұндай атмосфера бар, бұндай команда бар. Егер бар болса, міндетті түрде жазыңыздар. Біз келеміз. Біз бұқаралық футболды дамытуға барымызды саламыз. Ендеше матч қазір басталады. Көлкент 1-ші орында, Жас Академия Шымкент 3-ші орында. Атмосфера топ. Өте жақсы ойын болатынына сендім. Өйткені 1-ші орын мен 3-ші орын командасы таласып жатыр. Кім мықты сол өтсін? Қош келіп жатсыздар. Алға Қазақстан. Болды жігіттер, қыздар барлығы орындалды, формальностер, тонкістер барлығы айтылды. Ендеше кеттік. Уау, қандай атмосфера. Міне аудандық командада да серіктестер бар екен. Тұран суы команданың бас серіктесі Көлкент Логистик, Супер Очиститель Пави, Темірлан автозаправочный комплекс және де Макс Фэмили. Құрметті көрермендер, біздің де каналдың демеушісі бар. Сілтемесі астында сіздерге 10 000 теңге сыйлыққа тарту етеді. Ол үшін сіздер Аманвайп промокодын енгізіп, осылайша 10 000 теңгені оп-оңай ала аласыздар. Және бонустар күні деген бізде акция жүріп жатыр. Кез келген болжам үшін сіздер 30% кэшбэк ала аласыздар. Ұтылсаңыз 50%, ұтсаңыз тіпті 40%. Қандай кэшбэкті таңдауыңыз, ол сізге байланысты. Ендеше бүкіл контенттің шығуына себепкер болған менің әріптестеріме рахмет. Достар, өте ыстық, шамамен 40 градус Цельсийден жоғары. Бұлындай ыстыққа қарамастан бүгінгі ойынға бір 4,5-5 мың жанкүйер келген сияқты. Өте көп. Міне қараңыздар, барлығы отыр, барлығы күтіп отыр. Мына жақта міне көп бұндай атмосфера. Енді ауылдық футболда мен бірінші рет көріп отырмын. Әуесқой футболында тем более. Құрметті көрермендер, бірінші тайм аяқталды. Есеп әзірше 0-0. Әрбір тайм 40 минуттан ойналады. Бірінші таймда үстемдік Көлкент командасында болды. 1-1 шықты, алдай салынмады. Мүмкін екінші таймда барлығы өзгереді. Әзірше есеп 0-0. Допты алмасақ ең жігіттер соңғы 15 минут вообще жатып қалып жігіттер. Айттым ғой төртеуін жігіттер. Подконтроль топ нераватыр жігіттер. Сендерге олар жөріп жетпейді. Конечно ашылмайды ол. Давай. Ассалаумағалейкум. Футбол сүйер қауым. Мінекей Құдай қаласа. Біздің ауылда Қазақстанда үлкен футбол. Құдай қаласа мен өзіміз командамызды қолдап, жігіттермен осы жерде дайын тұрмыз.
Біздің мақсат осы командамызды қолдап, Құдай қаласа әуесқой лигадан одан жоғары лигаларға шығу. Тағы да мына жастарымызды үлкен командаларға, Қазақстан сборныйларға барып, Құдай қаласа Қазақстанымыз футболдарын тағы да жоғарыдан көре беру. Мировой футболдарға шығу, Құдай қаласа. Не дейміз, Құдай қаласа командамызбен біргеміз. Кемінде қанша ультрас жанкүйер келеді, және атауларыңыз бар ма, ойластырдыңыз ба? Енді бізді қазірше Көлкент фан деп атауымыз сол. Енді жай көреміз, Құдай қаласа. 3000-дан жоғары жинаймыз ғой. Өзімізде әр матчтарда. Өткенде қалаға да бардық. 5000-ға жуық болып кетті онда, Құдай қаласа. Бізді қолдағандар көп, рахмет. Кешкі сағат 7, күн батып жатыр. Енді осы ауа райында меніңше футболшылар жақсы ойын өрнегін көрсетеді. Халық та өте көптеп келді. Қазірдің өзінде бұл стадионда 5000-ға жуық жанкүйер бар. 5000-ға. Қазақстан премьер лигасында бұндай жанкүйерлер жиналмайды ғой, құрметті көрермендер. Ал міне Көлкентте солай 5000 жанкүйер жиналуда. Екінші тайм. Көрейік, гол бола ма? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен есімім Самат Жарылқасынов болады. Мен Шымкент қаласының футбол федерациясының бас хатшысы болам. Біз осы Шымкент біріншілігін ұйымдастырушы болып есебінде осындай ойындарға апта сайын кеп тұрамыз. Көлкент ауылы бізге осындай мейрам сыйлайды әр апта. Өзіміздің Көлкенттің кішігірім өзінің бомбардирлері бар, бұрыннан келатқан аңыз футболистері бар, Шер деген азаматтар бар. Розимат деген қазір бомбардир команданың нападающий. Біздің Көлкент әдем атмосфера сыйлап, өздеріңіз көріп тұрғандай, шамамен 4000-5000 адамдар кеп тұр. Құдай қаласа, енді Көлкент командасының басшылығы екінші лига, бірінші лигада ойнаймыз деген мақсат қойып жатыр. Неге қоймасқа, неге шығарамасқа бұндай командаларды осындай кішкентай ауылдардан балдар шықса, ойнаса, өздерінің күшімен, өздерінің талпынысымен. Сол, рахмет. Екінші мүмкіндік бірге бір шығып салмады Көлкент. Гол несі келіп тұр. Бірақ гол жоқ. Құрметті достар, ойынның 75-ші минутасында Көлкент командасы пенальти сәтті орындады. Есеп 1-0, әзірше алаң иелері алды да. Құрметті көрермендер, соңғы минуттарда есеп теңесті жас академия командасы. Бірақ Көлкент гол есепке алынбау керек дейді. Құрметті көрермендер, ойын тоқтатылды. Соңғы минуттар соғылған гол нарушение болды дейді. Қазір енді судьяның шешімін көреміз. Гол ма? Гол. Есеп 1-1. Ойынды жалғастырамыз. Әуесқой лигада да осындай жағдайлар орын алады. Енді бұл футбол, бұл эмоция сонысымен қызық. Есеп 1-1. Енді қазір бірнеше минут қосылады және екі командада жеңісті жұлып алуға өте керемет мүмкіндік.
Ойын аяқталды, құрметті көрермендер. Есеп 1-1 Колкент Жас Академия командалар арасындағы енді екі принципиалды қарсылас, екі турнирлік кестенің алдында тұрған ұжымдар. Кім не десе, енді ана жерде бір және повтордан көрдік. Рука Бога Марадона кесі салып кетті. Енді бұл футбол бұл жерде бар жоқ. Төрешін де түсінуге болады. Тең есеп болды. Әрбір команда бір ұпайдан еншіледі. Жақсы ойын болды. Ең басты жақсы атмосфера халыққа ұнаған сияқты. Көрдіңіздер, өте тартысты ойын көгер болдыңыздар. Жас Академия командасы мен Колкент командалары өзара ойын тартысы ойын болды. Есеп 1-1 мен аяқталды. Ойын барысында не деген бізге көп моменттер болды. Біздің шабуылшыларымыз соғу керек еді. Құдай қаласа келесі ойындарға сол ошибкалардың үстінде көбірек жұмыс жасаймыз. Барша бізді қолдап келген көрермендерге, Колкен ауылының болельшіктеріне мың алғысымызды білдіреміз. Алда екі ойынымыз бар, финалымыз бар. Келіңіздер, қолдаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Еке енді бүгін ұлыңыз Наполи жейдесін киіп келіпті. Наполидің легендасы Марадона. Марадонаның біз Англия қақпасына соққан Рука Бога бар ғой. Сондай голды бүгін көрдік. Жалпы төрешілерге бір пікіріңіз, мұныңыз бар ма, претензияңыз, әлде барлығы әлі өтті ме бүгін? Енді ойынның аты ойын, дегенмен төрешілер өздері шешім шығарды. Біз оған не айтамаймыз, бізде өзіміз сынымызды айттық, төреші айтты, гол деп. Біз айттық, бар деп көріңіз, соткадан көрсеттік, бәрібір ол айтылған нәрсе атылған оқ деген қағидамен төреші голды есептелді. Біз не айтамыз, ойын жақсы болды. Енді бір-екі моменттер болды, ошибкалар төрешінің, бірақ енді келесіде қайталанбауға атсалысады деп ойдамыз. Рахмет барлықтарыңызға. Ойын өте керемет, тартысты болды. Құрметті көрермендер, айтпақшы бір маңызды ақпарат. Колкент ауылынан қазірдің өзінде екі футболшы әуесқой деңгейінен проф деңгейге өтті. Кәсіпқой деңгейде ойнап жүр. Оның бірі қарындасымыз қазір Ордабасыда ойнау үстінде және Қазақстан U19-ға мүше екен. Ал жақын арада Каспий Ж дейді ғой, Каспий жастар командасына да Колкент командасынан бір футболшы ауысты. Ендеше міне талай ауылдардан осындай талантты жастар шықса, қазақ футболы әрине дамиды. Керемет атмосфера үшін Колкент сіздерге рахмет. Осындай міне сіздерге влог ұсындық. Бүгін Колкент ауылынан сізге ұнады деген сенімдеміз. Біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Осылай қазақ футболын дамыта берейік. Сау болыңыздар. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені YouTube-тан қарай. Бүгін бізде аман vibe.